29-шы есеп бізге y-тен x квадрат қосу 1, y-тен 0, x-тен 0 және x-тен 3 сызықтармен шектелген абсцисса осінен айналғанда шыққан дененің көлемін табу керек. Есеп өте оңай және ол бір формула арқылы шығарылатын есеп. Ол үшін біз алдымен сызбаны салу керекпіз және мен сызбаны арнайы бағдарламада салғам. Яғни бізде y-тен x қосу 1 ол парабола болады және ол бір қадам y осі бойынша көтерілген. X-тен 0 дегеніміз ол y түзуі, y-тен 0 дегеніміз ол x түзуі және x-тен 3 дегеніміз ол y осіне параллель осындай түзу болады. Яғни біз осы осьтармен шектелген абсцисса осі, яғни x осі, осынан айналған кездегі дененің көлемін табу керекпіз. Жалпы осы қиық конус сияқты бізде фигура пайда болады. Осы дененің бізге оның көлемін табу керек. Енді кез келген осындай дененің көлемі келесі формула бойынша табылады. Дененің көлемі дегеніміз ол пи көбейтілген анықталған интеграл а-дан б-ға дейін y1-дің квадраты азайту y2-ның квадраты. Мұндағы а-б және y1, y2 дегеніміз не? Бізде үстінде жатқан график, яғни ең үлкен график, ол y1 графикі болып алынады және бізде y-тен 0, яғни астында жатқан график, екінші график алынады. Мәні ретінде алынады және солдан оңға қарай x өсі өседі, яғни бізде ең бірінші тұрған сан кіші сан ол а болады, үлкен сан бізде б болады. Яғни біздің жағдайымыз үшін бүкілі берілген. Үстіңгі графиктен болады x квадрат қосу 1, астыңғы графиктен болады y2 тен болады 0, а-ның мәні 0, b-ның мәні бізде 3. Яғни мен осы мәндерді бізде берілген формулаға қойдым. 0-ден 3-ке дейін анықталған интеграл. Бірінші функцияның мәні y1, яғни ол толықтай квадратқа алынады. x квадрат қосу 1-дің квадраты болады. Азайтылған y2-ның мәні бізде 0, 0-дің квадраты және dx. Тең болады пи анықталған интеграл 0-ден 3-ке дейін, яғни 0-дің квадраты бізде 0, яғни бізде түк қалмайды деген сөз. x квадрат қосу 1-дің квадраты, яғни а қосу b-ның квадраты қысқаша көбейту формуласы бойынша ашылады. x квадраттың квадраты дегеніміз x4, қосу 2 көбейтілген x квадрат көбейтілген 1, ол тең болады 2x квадрат және 1-дің квадраты дегеніміз 1. Ағарай анықталған интегралды шығару үшін біз, егер бізде қандай да бір қосынды болса, біз әр белгісізді жеке-жеке таба аламыз. Яғни бізде x4-тің интегралы x-тің n дәрежесі бойынша анықталады, яғни x-тің 4 дәрежесі қосу 1 бөлінген 4 қосу 1 болады. Яғни ол тең болады x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5. Мен жазып қойдым. 2x квадрат тура сол сияқты шығады. Бізде интеграл 2x квадрат dx. Егер бізде интегралдың ішінде сан көбейтіліп тұрса, ол сыртына шығара аламыз біз. x квадрат dx. Ал x квадрат dx дегеніміз ол x-тің n дәрежесі формуласы бойынша табылады. Яғни 2 қосу 1 бөлінген 2 қосу 1. Ол тең болады 2 x-тің кубы бөлінген 3. Және 1-дің интегралы x мәні болады бізде. Енді осы анықталған интегралдың мәндері 0-ден 3-ке дейін. Яғни біз анықталған интегралдың мәнін табу үшін осы жақшаны келесі түрде жазамыз. Біріншіден біз үлкен мәнді қоямыз. Жақшаның ішіндегі мәніне, яғни пи көбейтілген 3-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 қосу 2 көбейтілген 3-тің кубы бөлінген 3 қосу 3. Азайтылған тура осы жақшаға біз кіші мәнді қоямыз. Яғни біздің жағдай үшін ол 0-ге тең. 0-дің 5 дәрежесі бөлінген 5 қосу 2-ның 0,3 дәрежесі бөлінген 3 қосу 0. Яғни бізде осы жақша түгелімен 0 болады.
0. 1 үлкен 0. Пи көбейту 0 тең болады 0. Яғни осы жақшаның мәні бізде 0-ге тең. Оны біз есептемейміз. Енді тек қалатыны осы жақша. 3-тің 5 дәрежесі тең болады 243. Яғни, егер сіз жатқа білмесеңіз, 3-тің 5 дәрежесі дегеніміз 3-тің кубы көбейтілген 3-тің квадраты. Яғни 27 көбейтілген 9, 3 алтын ойда 18, 24. Яғни 243 бөлінген 5. Қосу 3-тің кубы бөлінген 3, яғни 1 дәрежесі қысқарады, квадраты қалады. 3-тің квадраты 9 көбейтілген 2 тең болады 18-ге. 3-тің өзі қалады. 18 қосу 3 тең болады 21. Енді 243 бөлінген 5, біз оны келесі түрде жазамыз. Бағандап бөлсек бізде 24 5-ке бөлінеді, ол 4 болады. 20-дан береміз 4 қалады. 3-ті түсіреміз. 8-ден берсек 40 болады. 3 қалдық қалады. Яғни 48 бүтін 5-тен 3. Ал 5-тен 3 бізде 48 бүтін 6 ондық болады. Яғни 243 бөлінген 5 тең болады 48 бүтін 10-нан 6. Және оған 21 қосақ бізде 69 бүтін 6 ондық қалады. Және алдындағы пи деген көбейткішті есте сақтаймыз. 69 бүтін 6 пи болады жауабы. Байқасақ бізде ондай жауап бар. Ол H жауабы 69 бүтін 10-нан 6. Яғни кез келген мәндер болса, y-тің екі функцияның және x-тің мәні екеу болса, сіз абсцисса осінен айналғандағы шыққан дененің көлемін оңай таба аласыз. Яғни сізге ол үшін қай график үстіде, қай график астыда болатын білу керек. Және де қай А мен Б-ның мәні қайсы кіші, қайсы оң болатынын, қайсы үлкен болатынын білу керек. Яғни осындай оп-оңай есеп.